Саламатсыздар ма балалар? Бүгін әдебиеттік оқу пәні бойынша 3 сыныптың 59 сабағын өтеміз. Тақырыбы ат, ер, қанаты. Осы тақырып бойынша сабақтарымызды бастайық. Бірінші тапсырма түсініп оқы, пікір білдір. Ат ердің қанаты. Екіншісі жылқы малдың патшасы. Жылқының сүті шекер, еті бал. Екінші тапсырма өлеңді тыңда. Атқа міндім. Шу жануар, бұл менің алғаш атқа мінгенім. Желдірмек боп атымды, қысып қалдым тақымды. Атым желіп жөнелді, қайтсем екен мен енді. Батылдық жоқ жаңағы, зәрем ұшып барады. Қыза түсті құрғырат, құлақ кетті шыңылдап. Ат жалына жабысып, қолым қалды қарысып. Тізгін жоқ сол қолдағы, қамшым жоқ оң қолдағы. Құламасам болғаны, жыламасам болғаны. Дүңкілдетіп даланы атым шауып барады. Күшімді сап ақырғы, қыса түстім тақымды. Жер жетіне жеттім бе, мен ең шетіне білмеймін. Жоқ енді атқа мінбеймін. Ақыры атым тоқтады, қарсыдан жел соқпады. Қорқынышым басылды, біткен құлақ ашылды. Сол манағы қалпында киіз үй тұр алдымда. Атам да тұр орнында, құстай ұшқан сияқты ем. Ұзамаппын бірақ мен, қорыққанды жаңағы, жұрт білмесе жарады. Бұл өлеңнің авторы Қастек Баянбай. Қастек Баянбай балалар жазушысы, ақын. Қастек Баянбай 1936 жылы Алматы облысы Алакөл ауданында Талдыбұлақ ауылында туылған. Балаларға базарлық, тәтті сабақ, асар және тағы басқа өлең жинақтарының авторы болып табылады. Балалар, есте сақтаймыз. Келесі тапсырма, төртінші тапсырма өлеңді қара сөзбен әңгімеле. Алғаш атқа мінген баланың сезімін ақын сөздерін қолдана отырып сипатта. Алғаш атқа мінген баланың бойын қорқыныш сезім билейді. Зәресі ұшып әрең отырады. Құламай, жығылмай аман болсам екен дейді. Бесінші тапсырма, бір сәт атқа мініп шауып келемін деп қиялда. Сезіміңді шу жануар деген сөзбен және қимылмен көрсет. Бұл тапсырманы балалар ауызша орындаймыз. Келесі тапсырма, 6-шы берілген тақырыпта төңірегінде ой бөліс. Бірінші атқа міну өнер, екінші атқа міну спорттың түрі, үшінші атқа міну ұлттық ойын. Атқа міну де өнер, қазақ халқы да соның ішінде жылқы малды ерекше қастерлеген. Өйткені кез келген қазақтың баласы аттың құлағында ойнайтын ер азамат болған. Оған мініп шабу, теңге алу ойындарына қатысу, көкпар ойынына қатысу бұл өнер деп есептеген. Қазақ халқы спорттық ойындардың барлығын атқа міну үстінде өткен. Атқа мініп садақ ату, атқа мініп теңге алу, атпен көкпар шабу, бәйге, қыз қуып, бұның барлығы жастарды спортқа баулудың бір әдемі көрінісі болып есептеледі. Қазақтың ұлттық ойынының бірнеше түрі аттың үстінде өтеді. Қазақтың ұлттық ойындарынан көкпар жатады, қыз қуу жатады, теңге ілу жатады, аттың үстінде келе жатып садақ ату жатады. Міне біздің ұлттық ойындарының көпшілігі 4 түлік малдың киесі саналатын аттың үстінде ойналады. Бұған аттың құлағында әбден ойнап қалған қыз бен жігіттер қатысады. Сабақ аяқталды балалар, сау болыңдар.